Ең бірінші менде мынандай болды да, өкпе деген болатын. Көбісінде бар ол. Кейбір айтады, мен өкпелі емеспін дейді да. Бірақ та өздері байқамайды, терапияға келген кезде көреді да. Терапияның сонысы жақсы да, жаңағы өзіңнің ішкі көрмей тұрғаныңды көрсетеді саған. Сонда мысалы мен ең бірінші өкпеден арылдым. Жауапкершілік алу деген жаңағы өзіңе бұрасың ғой, пальчикті өзіңе бұрасын. И мен мысалы бұрынғыдай тәуелді емеспін адамдарға. Да, әйел адам болғаннан кейін мысалы біреуге деген сезім болады, бірақ бұрынғы сияқты ойбай деп жабысып, жаңағы звондап, іздеп. И жаңағы мысалы біреуге звондап сөйлесетін болсақ, или оның айтқан сөзі менің көңілімнен шықпайтын болса, мен соған ренжитім. Қазір менде мынандай бар да, адам болғаннан кейін әртүрлі ойлар бар. Әркімнің әртүрлі ойлары бар. Ол мен туралы жаман ойлауына болады. Ол мен туралы жақсы ойлауына болады.